Режим ұстау, пахат ету, сенің мотивацияң қандай? Біреу айтсам күлкілі шығар, бірақ мен өзім атымда кейінгі ұрпаққа бір тарих болып қалғым келеді да. Ертеңгі күні осындай біздің елімізде осындай кісі болған деп кейін немерелеріміз да сөйтіп айтса, мысалы біз айтамыз о Мұхаммед Али деп ше. Енді ол кісілер сияқты болу білмеймін енді бұйырсын, бірақ менің қалауым солай да, қазақтың атын көтеріп, ертеңгі күні үй-шыға шығып, туымызды көтеріп, тарихта қалғым келеді да. Ең бірінші мақсатым сол мен. Сосын екіншіден неге отбасымды жақсы өмір сыйлағым келеді отбасыма. Әке-шешеме мысалы біз туылғаннан біз асырап жатыр, әлі күнге дейін жұмыс істейді мысалыша. Ең бірінші қазір тоже мақсаттарым бірі ол кісілерге жақсы қартайған шақтарында